Курста білім сапасы Қанша роботтан қанша балл алдыңыз? Бізде апта сайын пробный тест болатын. Неге түспепті? Андай болды ма? Сабақ оқып жүрген кезде бір мотивация жоғалып кеткен. Куратор мен оқушының арасында қарым-қатынас. Сәлем оқушылар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Байсайлау ағай және де бүгін оқушымен сұхбат. Бүгін бізде қонақта Зарина деген оқушымыз. Біздің қанша балл алдыңыз? 110 балл алып, Астананың IT-на грантқа түскен оқушымыз. Жақсы. Есімі Зарина, 110 балл алған. Қандай пәніңіз? Физмат. Жақсы. Ұбт-ға дайындықты қашан бастадыңыз? Ең бірінші сұрақ. Ең бірінші август айынан. Август айынан. Қанша уақыт дайындалдыңыз? Примерно Май айына дейін. Май айына дейін, да. Все, жақсы. Андай болды ма? Сабақ оқып жүрген кезде бір мотивация жоғалып кеткен. Болды. И че болды? Қалай шықтыңыз? Айта берсеңізші. A few moments later. Білмейсіз ба? Жақсы. Бізді қалай таптыңыз? Менің мамамның подругасы болды. Соның қызы осы курста оқыған екен да. Алдымызда сабақ бергенбіз. Сонымен осы курста оқыған. Біз сол қыздан грантқа түскен екен. Біз мама сұрады одан. Қалай сен түстің, қайда оқыдың деп. Сосын осы курста маған айтты. Содан сұрап солар. Керемет, күшті. Еске салып өтейік, Ұлзира деген оқушымызбен біздің неміз бар, тоже Казгюға грантқа түскен, 112 балл алған, қателеспесем. Тоже осы бізде оқыған. Курстағы білім сапасы жөнінде айтсаңыз. Курста білім сапасы күшті. Жалпы қалай, не ұнады сізге? Куратор ұнады ма, квиз-тест ұнады ма? Бізде апта сайын пробный тест болатын. Сол арқылы өзіміздің деңгейімізді каждый апта сайын біліп отыратынбыз. Сосын бір-біріне куратор мен оқушының арасында қарым-қатынас күшті болатын. Бізде өзімізге дос сияқты мотивация беретін кезде мотивациясын береді. Кураторлар да бізге сабақ берген мұғалімдер де сол пән туралы жақсы мәлімет бере алатын. Ең күшті сұрақ, қанша роботтан қанша балл алдыңыз? 110. 110 балл. Наурыз роботтан қанша балл алдыңыз? 105. Неге түсіп кетті? Мен негізі баста математикадан мұғалімдікті таңдадым ғой. Содан кейін мен 120, бұл кезде 120 болып грантқа түсті бар. Мен соған қарай ұмтылып, 120 баллға дейін ұмтылдым да. Содан кейін мартта бізде каникул болып, мен бір ағамды кездестірдім, оларға IT оқыған тоже. Сол маған IT таңда деді. IT күшті, сен математика жақсы білсең IT-ға бар деді. Сосын енді IT-дің шектік баллы ол қанша? 107 ма, 106 ма сондай болды ғой. Содан кейін мен 110 балл алып тұрмын дедім да. Уже менде спокойствие басталды да. Жайырақ оқи бастадым. Жайырақ оқи бастадым. Әрі қарай уже 120-ға жету деген ой болмады менде. Жақсы. Сіздің планыңыз сонда мен IT-ға түсем, IT-дің проходной баллы 107, примерно соны алсам болды дедіңіз ғой да. Жақсы. Нағыз ұбт-тан қанша алдыңыз? 110, 109. Неге қайтадан сол зат әсер етті ме? Ананың проходной баллы примерно сол 100-ден 110-нан айналасы не ғылам қатты, и так алып жүрмін деген сияқты. Қорқыныш болған жоқ па? Ойбай, мен оқымаған тақырыптар келіп қалады деген. Қорқыныш болған жоқ. Жақсы. Ең бірінші грантқа түскеніңізді көрген кездегі сезім қандай болды? Ең бірінші грантқа түскен кездегі сезім менде не болған жоқ, ондай күшті бір сезім болған жоқ. Вот это поворот! Мен сенімді болдым өзіме, андай грантқа түсетініме сенімді болдым. Айтыңызшы, 4 не жазасыз ғой? Ой, 4 маман. Мен алған 2 мамандықты қайталап жаздым. Неге? Басқаларын жазған жоқпын. Мәссаған. 2020-2024 жылы енді келер түлектерге, енді сентябрьде 10 классқа өтетіндер. Не айтасыз? Еңбектеніп оқи беру керек. Если еңбектенсе, ол шынымен жетеді соған. Сіз сияқты андай примерно проходной баллы аз екен ғой деп жүре беруге бола ма? Жоқ, мен өзім білмеймін неге солай неғып кеткенімді. Бірақ енді шынымен сол бір мамандықты көздеп соның балына жеткісі келсе, онда точно еңбектеніп, оқып, до конца
бәрі күшті болу керек. Жақсы. Дайындықты ерте бастаған жөн бе? Иә, әрине. Аха, физика, математика таңдайтындарға не айтасыз? Айтпақшы, сіз IT-ға физиматпен түстіңіз ғой. Келер жылғы балдар информатикамен түседі. Ал не дейсіз оларға? Оқыңдар. Математикада мен айтарым көп практика керек. Жаттап емес, практикамен жүрген дұрыс. Есеп шығарса ол үшін мида жаттап қалады да, сол уже біліп тұрасың. Жақсы, түсінікті. Тағы қойылмаған сұрақ айтарыңыз бар ма? Мен сол сұрақты қойын. Монтажбен алынып болады. Бар ма сізде? Давайте мынаны сұраңызшы, мен күшті қол айтып берейін деген. Кураторлар көмектесті ма? Иә, бізде Назерке апай. Күшті болды ма? Куратор не істейтінін айтып беріңізші. Біздің кураторлар, бізде менің өзімнің жақсы көрген кураторым Данагүл апай мен Назерке апай болды. Ол екеуі бізбен күшті араласатын, бізге қатал болып, ондай болған емес. Енді? Ұрысқан жоқ бар ше? Ұрысатын нәрсе, дедлайнға дейін тапсырма жібермесе ұрысатын, бірақ күшті бізбен оқушылармен бірге жақсы қарым-қатынаста болатын. Жақсы. Мотивацияны көбірек беретін. Сол маңызды болды ма сізге? Мотивацияны жоғалтып болмау? Иә. Жақсы. Қатарластарыңыз жаңа ғана топ көмектесті ма? Жаңа айтып жатсыз ғой, келген кезде Ералхан грантқа түсті, Альпия түсті. Прям бәріміз грантқа түсті. Бәріміз бір кәдімгідей семья сияқты дос болып кеттік, бір-бірімізді іздеп ше. Енді ең бірінші сен жетістікке жеткің келсе, өзіңнің қатарыңды дұрыста дейді ғой, өзіңнің ортаңды дұрыста дейді ғой. Сол менің қатарымдағылар сол кезде күшті мықты балалар оқыды, ол жақта да бір-бірімізге әсер етеді ғой шынымен. Сол күшті болды. Жақсы, түсінікті. И еще бүкіл Қазақстаннан жиналғансыздар да сіздер. Жақсы, керемет. Жақсы, осымен сұхбатымыз аяқталды. Келесіде қай таңдау пәндегі оқушылармен сұхбат жүргізейік? Комментарийге жаза кеттіңіздер. Алдағы уақытта осындай сұхбаттарымыз шығады. Сіздермен бірге болған мен Байсайлау. Грантқа түстім деген күнде жүздескенше аман сау болыңыздар.